Вообще мен почти что bir жыл жоқ болып кеттім. Оның себебі негізі екі-ақ себебі бар. Біріншіден мен НТ-ға дайындалдым. Екіншіден ол просто менде желание болмады түсіруге. Мен қазір уже студентпін. Тема негізі кстати, бүгін бізде еще среда ма? Среда. Негізі сабақ 12:40-та басталады, бірақ мен бүгін ерте тұрдым, қазір сағат 9 болып қалды. Просто мен қазір соңға барып, бір-екі документтерді жасатуым керекпін. Солай. Соңға қарай шығып бара жатырмын, на всякий случай сумкаларымды алып алдым. Ішінде бүгінгі болатын сабақтардың дәптерлері бар. Негізі бүгін бізде 3 пара болады. Бірінші әлем кино тарихы, сосын 2 пара қатарынан драматургия негіздері болады. Сағат 12:40-тан 4:40-қа дейін болады бүгінгі сабақтар. Сол. Негізі мен режиссер мамандығында оқып жатырмын қазір. Все, шықтым. Менде 10 болды, мен уже столдан кеп қойдым. Мен қазір примерно 1 сағаттан кейін шығамын. Неге қарай, өнерге қарай. Но менде драматургия негіздер деген сабақ болады бүгін. Жаңа айтқандай. Өткен лекциядағы жазғандарым. Ал мынау менде дізі. Енді суретті күшті сала алмаймын, поэтому вот осылай енді жасады дізіні. Өнерге қарай кетіп бара жатырмын. Қазір мен автобусқа 4 метроға дейін барамын, 4 метромен. Вообще тема саған. Поэтому одан кейін осы әдем. Менікі вообще не в тему. Ну, әдем ғой. Менікі не қарағанда. Отригат. Хорошо, метафора. Образ жасайды. Бронзовый львы. Я так и знал. Знал что? Я же говорил тебе, не ешь скидок из моих песочных часов. Чувак, да ты посмотри на меня. Нужна новая работа? Мы поможем. С обновленным сайтом и миллионом вакансий по всему миру. Везде перемена.
жүріп кетті. Еще мен кішкене ұйықтағанымда жүрмей қақпы. Әлі ровно бір сағат бітуіне. Я уже устала. Кстати, Туран бөлек, академиясы бөлек, яғни творческий мамандықтар бөлек. Коридорда мен ғана сияқтымын. Мен ғана бәрі остаться. Почему так? Завтрак ішіп алдым. Қазір оянып, жиналып шығу керек универге қарай. Мен кеше ештеңе түсірмедім. Себебі кеше үйде болдым. Бізде мастеріміз сабақта болмайды деді кеше бізде. Кстати, мастер деген ол режиссура, искусство и потом сондай, короче, творческий мамандықта оқитындардан өзінің мамандығы бойынша сабақ беретін мұғалімдерді мастер деп айтады. Вот. Вот сол мастеріміз бізде Россияға кинофестивальға кетті, из-за этого сабақ болмады. И мен кеше только үйді жинадым и просто демалдым. Поэтому ештеңе істеген жоқпын. Я где-то минута жүрем. Смотрите. Вот. Кинеп. Что универ двигается? Паразиты.